Сәлем достар, бүгін аяламаған мама менің каналыма мен сабақта болғанда жақсы бір видео түсіріп келеді. Сондықтан мен фикс прайсқа барып, жаңа жылдық ойыншықтарға обзор жасайын деп тұрмын. Міне мынандай ойыншық тауып алдым. Қараңыздар, қандай әдемі. Қазір жаңа жыл жақындап қалды, сондықтан өзімізге үйге де ойыншықтар қарай салайын деп жүрмін. Міне мынандай жаңа жылдық шырша бар екен. Мынаны дастарханды безендіруге қойып қойса керемет болатын сияқты достар. Бағасы 649 теңге екен. Қараңыздар, қандай әдемі, мынандай бантик бар екен. Аны шыршаның басына іліп қоюға болады. Біз осының көк түсін алдық. Мынандай шапкалар бар екен, басқа киіп алатын. Мынандай жылтыр гүл бар екен, бұл да шыршаның ойыншығы. Мынандай ақ аю бар екен, 399 теңге тұрады достар. Бағалар қатты қымбат емес екен, барып жаңа жылға осы жерден алып қайтсаңыздар болады. Мына қараңыздар, қандай аяз ата тұр. Мына жерде аяз ата мен ақшақар, екеуі де көк түсті. Өте әдемі екен, шыршаның астына қойып қоюға. Мына ішін безендіріп қойыпты. Міне қараңыздар, қандай ойыншықтар бар мына жерде. Мынандай атқа отырған кішкентай аяз аталар, міне бағаларын көрсетіп жатырмын. Бағалары сондай қымбат емес. Мынандай әдемі аққала бар екен. Снеговик деп айтады ғой. Мына аяз ата, жаңағындай аяз ата, шыршаның астына қоюға енді әдемі екен. Әлі ойланып тұрмын, алам ба жоқ па білмеймін. Мынау аяз ата қызыл киім киіп алыпты. Мынау бізде ақшақар, көгілдір түсті киініп алған, көзі көк қыз екен. Мынандай веточкалар бар екен. Бағалары 549 теңгеден, қымбат емес екен. Мынандай түрлі түсті ойыншықтар бар, енді қараңыздар. Көздің жауын алады, барлығын алып кеткім келіп тұр. Міне мынандай да бар екен. Мынандай ойыншақтар бар екен. Бұл ойыншақтан біреуін аламын қазір. Бұндай бізге керек. Былтыр қызыл түсін алған болатын, биыл либо көгін алам, либо серебристый түсін аламын. Сыр жылтырдай түсін аламын. Мынандай да ойыншық бар екен, мынандай да бар екен, көк түсті, мынандай елка бар екен. Мынау елканың басына кигізгенге. Мынандай бантиктар бар екен, мына қараңыздар. Жасыл, қызыл, маған көгі керек, қазір көгін іздеп тауып алу керек. Мынандай снежки бар екен, аяз ата, міне наклейкалар терезеге жапсыруға болады. Мынаны столға қоюға болады. Мынандай да ойыншық бар екен, қараңыздар достар, бірінен бір өтеді, қандай әдемі, көздің жауын алады ғой. Мынандай да бар екен, түсі оранжевый. Бізге, міне абадоктор, қызыл абадок қыздарға әдемі болады көйлектерімен. Мынандай көк бантик бар екен. Бізде былтыр мынаның қызылы болған, мен былтыр қызылын алған болатымын. Мынаны алып терезеге жапсыруға болады. Наклейкалар барлығы жаңа жылдық, 399 теңге. Мынандай наклейка бар екен. Мынау бізде жаңа жылдарыңызға, елкаға, ойыншықтың кез келген түрін осы жерден келіп таңдап алуға болады екен. Бағасы да қымбат емес. Мына қараңыздар достар, мынандай уги бар екен. Има деп айтама қазақша. Әдемі екен. Мынандай снежки бар екен. Қайсын аларымды білмей қалдым ғой. Барлығын алып кеткім келіп тұр шіркін. Бірақ біз биыл мынау әдемі екен, ақ түсті. Бірақ біздің елкамыздың түсі биыл көк болғандықтан маған көк түсті ойыншықтар керек. Міне мынандай түсі бар екен. Түрлі түсті жиынтығы бірге жиналған бар екен. Мыналар шыныдан жасалған екен. Өте әдемі көрінеді екен. Мына қараңыздар, қандай әдемі. Таңдау қиын болайын деп тұр ғой. Барлығы бір-бірінен өтеді, сондай әдемі. Міне көк түсті домалақ ойыншықтар бар екен, маған керегі. Сары. Биыл сіз елкаңызды қандай түспен безендірейін деп жатырсыз? Комментарияға жазып кетіңіз. Мына жерден қандай түспен безендірсеңіз де кез келген түрін тауып алуға болады. Міне барлық түсі бар. Өзіңіздің фантазияңызға, идеяңызға қарай кез келген түсін алып таңдай берсеңіз болады. Мынандай шапкалар бар екен, міне.
мынандай дождиктар бар екен. Мынаның барлығы жылтырап тұрады ғой. Мынандай веточка бар екен, бұны есікке ілуге болады алып. Мынандай қызыл түсті. Мынаның барлығы наклейкалар. Бізде аяла наклейканы өте қатты жақсы көреді. Мынандай моншақтар бар екен. Бұндайды да алам ба алмайым ба білмей тұрмын. Қараймын, егер көк түсі болса аламын. Биыл біздің шыршамыз ақ болады. Ойыншықтары көк және сұр жылтыр қыламыз. Аны көрсеттім, достар. Міне даже мынандай гүлдер бар екен. Бұларды да көрсете салайын. Снежоктарды да көрсеттім. Бізде бұлттар осындай снежоктардан алдым. Мен золотистый түрінен алған болатын. Бұлттарда осы жерге келіп, біраз жаңа жылдық ойыншықтар алып кеткен болатынмын. Қараңыздар, достар, мынандай шана бар екен. Өте ерекше екен, оригинально. Басқа ойыншықтарға ұқсамайтын.